Көжектайға қош келдің. Көжектаймен бірге космостағы жұлдыздармен бірге танысайық. Ең ерекше бұл жұлдыз. Күліп ойнап біз жүрміз. Тіршіліктің мекені, үлкен жерде біз тұрмыз. Жердің дозы бұл жұлдыз, өмір сүрмес ол күнсіз. Ай жұлдызы болмаса, күндер өтер тек түнсіз. Барлығы да айналады, жарқыраған бұл күнді. Табиғатта жайланып, күн шуағы төгілді. Есек қырған аты бар, өте үлкен заты бар. Юпитерді кім білет? Сары қызыл үлкен шар. Қызыл жұлдыз бар екен, Марс деген. Достары бар Фобос дейміздар деген. Айналада Марсты бірге олар. Күннен кейін төртінші жұлдыз екен. Ыстық күннің қасында бар Меркурий, жұлдыздардың ең кішкентай бөлігі. Ең ерекше кішкентай Меркурий секілді бір ағаш талдың өрігі. Жетінші боп тұрады екен орнында, күнді бір рет айналады баяулап. 84 жыл жылжиды екен орнында, уран келіп орнына жаяулап. 8-ші Нептун екен аспанда, жерден ауыр екендей салмағы. Дауылы бар, біреу аман қашқан ба, әрқашанда боран екен жан-жағы. Күннен кейін 2-ші боп тұрады, керісінше айналады орнында. Шолпан жұлдыз бұлт-бұлт болып тұрады, болады екен ыстық талмен қырда. Үлкен болып келеді екен бұл жұлдыз ғарыштағы, 6-шы екен орны. Сафинамен ерекше ғой бұл жұлдыз, Сатурнның ұзақ екен жорығы. Құйрықты жұлдыз деп те атайды, аспандағы кометалар аққанда. Жұлдыздарға өте қатты ұқсайды, бірақ олар үлкен кіші тас қана. Ең кішкентай ергежейлі өздері, көптеу екен астероидтың түрлері. Дәл осындай жұлдыздар ғой көп жері, бізге олар әрең көрінеді. Өзге қандай жұлдыздарды білесің? Бөлісіп кет. Келесі кездескенше.